Баршаңызға сәлем, есімім Марайлым, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жұмыртқа қоспай, сүт қоспай блинер жасау әдісімен бөлісемін. Оған керекті заттар: газдалған сусын, қант, күнбағыс майы және ұн. Ең алдымен ыдысымызға газдалған сусынымызды құямыз. Оның үстіне қантымызды саламыз. Дәміне қарай тұзымызды саламыз. Енді осыны жақсылап араластырамыз. Үстіне ұнымызды салып, енді венчиктің көмегімен түйіршік қалмағанша жақсылап араластырып аламыз. Күнбағыс майын құйып, тағы да араластырамыз. Осындай ішінде түйіршік қалмау керек. Осы массамызды бетін жауып 10-15 минутқа қойып қоямыз. Қызып тұрған табамызға майымызды жағып, блиналарымызды пісіріп аламыз. Достар, менің каналым сіздерге ұнап жатса, пайдалы болып жатса, каналыма тіркеліп, комментария жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Осындай әдемі тесік-тесік блинчиктар. Міне, көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ, әдемі, дәмді блинчиктарымыз дайын болды. Менде 12 штук шықты. Достар, жасап көріңіздер. Өте керемет, өте дәмді болып шығады.